Құрметті халайық, естіп жатқан шығарсыздар, иә? Мына Ресейдің Россотрудничествосы Путиннің тікелей тапсырмасымен енді мына әлем елдеріне мына Ресейге бүйрегі бұрып тұратын адамдарды кеңінен тарту үшін өздеріне чиновниктермен, шенеуніктермен кездесу үшін мына ақпарат құралында жүрген адамдарды, жастарды, әсіресе 40 жасқа дейінгі, 14 пен 40 жасқа дейінгі адамдарды өз еліне шақыртып, соған миллиардтаған қаражат бөліп жатыр. Бұл қаражат, яғни 412 миллион рубльді құрап отыр. Бұл соңғы 14 жылда Ресей бюджетінде осындай қаражатты жұмсап отырғаны бүкіл әлемге әйгілі болып отыр. Путин соғыс жүріп жатқанына қарамастан, елі қаншама қиын дағдарыстарына қарамастан, Россотрудничествоға осындай қаражат бөліп отыр. Бұның өзі ойланарлық нәрсе. Және басты нысанада бұл ТМД елдері көбінесе. Әрине Африка, мына Америка елдері деген сияқты, Европа елдері сияқты елдердегі осындай жастарды Ресейге бүйрегі бұрып тұратын, проресейшіл дейді ғой, яғни Ресейге бүйрегі бұрып тұратын жаңа буын немесе новое поколение дейтін жобаны жүзеге асырып жатыр Россотрудничество. Ал енді қараңыздар, бұл Ресей үшін пайдалы ма? Өзі қарызға батып жатыр, санкцияның астында жатыр. Осыған қарамастан Путин неге бұндай қадамға барып отыр? Бұл ойланарлық нәрсе. Енді қараңыздар, мына бір ақпаратты сіздерге оқып бергенді жөн көріп отырмын, себебі Әзербайжан мемлекет ретінде өз елінде Россотрудничествоға тыйым салды. Егер де Әзербайжандағы орыс үйінің, яғни Русский домның сайтына кіретін болсаңыздар, Россотрудничество Әзербайжан деп іздеп интернетке кіретін болсаңыздар, сіздер мынадай жазуды оқисыздар. Сайтта былай жазылған: Әзербайжан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің талабына байланысты Россотрудничествоның өкілдігі Бакудегі орыс үйі өз қызметін тоқтатты деген жазу пайда болды. Бұл жазу Әзербайжандағы Русский домның, былайша айтқанда, шаруасы біткенін көрсетіп отыр. Әзербайжан билігі Ресей тарапы қанша өтініш айтқанымен өз елінде Россотрудничествоға тыйым салды. Сайтына кіріп қарасаңыздар болады. Осы жазу пайда болды. Ал Қазақстанның сайтына кіріп қарасаңыздар, Россотрудничество Қазақстан десеңіздер, интернетке жазып қарасаңыздар, сайтқа кіріп қарасаңыздар, неше түрлі бағдарламалары жүзеге асып жатқанын байқаймыз. Екі түрлі ел, екі түрлі саясат, екі түрлі көзқарас десек болады. Оныкі қайсысы дұрыс жасап жатыр, қайсысы бұрыс жасап жатыр, әрине ол алдағы уақыттары өздеріңіз бақылайтын боласыздар оны. Видео соңында мен мынаны айтқым келіп отыр. Кезінде екінші дүниежүзілік соғыс жүріп, қиян-кескі шайқастар болып, жаңағы алапат шайқастар болып, миллиондаған адамдар қырылып жатқан үлкен шайқастың кезінде Ұлыбританияның премьер-министрі Черчилль өз елінде әр салаға кететін, яғни бюджет шығынын тексеріп жатқан кезде оған жаңағы отчет ұсынады, яғни есеп ұсынады. Сонда есепті қарап отырған әлгі Ұлыбританияның премьер-министрі Черчилль қарап отырады да, бұдан культура дейді, яғни өнер, мәдениет дейтін салаға бөлінетін қаражат таппайды. Сонда сұрайды, өнер қаражатқа, мәдениетке бөлінетін қаражат қаяқта, мынақта көрсетілмеген ғой деп сұраған кезде қасындағы адам былай жауап айтады: қайдағы өнер, қайдағы мәдениет, қайдағы жаңағы соғыс жүріп жатқан кезде бұндайға қаражатты қаяқтан табамыз десе, сонда Черчилль былай деп жауап берген: онда біз не үшін соғысып жатырмыз деп. Ал Черчилльдің ойлаған ойы жүзеге асты. Өйткені оны уақыттың өзі көрсетіп берді дұрыс екенін. Яғни екінші дүниежүзілік соғыста миллиондаған адамдар қырылып жатқан уақыттары Ұлыбритания мәдениет, өнерден ақшаны аяған жоқ. Енді қараңыздар, қазір 21 ғасыр. Ресей мен Украинаның арасында соғыс жүріп жатыр. Қанды қырғын жүріп жатыр. Ресейдің жағдайы мәз емес десек болады, Украинаның да жағдайы мәз емес. Бірақ осыған қарамастан Путин билігі тікелей Россотрудничествоға қаражатты үйіп төгіп беріп жатыр. Бұл соңғы 14 жылдағы ең үлкен қаражат. 412 миллион рубль бөліп отыр. Яғни Ресейге көзқарасы түзу адамдарды қалыптастыру үшін новое поколение, жаңа буын немесе осы бағдарлама. Және оның негізгі
нысанасы бұл бағдарламаның көпшілігі қатысатын участниктер дейді, яғни қатысушылар мына ТМД елдерінің айналасында. Әлем елдері бар және оның ТМД мемлекеттері бар. Көбінесе осы айналасындағы мемлекеттерден қатысушылар көбейеді. Және оларды Ресейге апарып, жаңағы экскурсия жасатып, шенеуніктермен кездестіріп, белгілі адамдармен кездестіріп, олардың мына Ресейге бүйрегі бұрып тұратын, жақсы көзқараспен қарайтын адамдарды қалыптастыру. Бұл бағдарламаның басты мақсаттарының бірі. Оның арасында әрине Қазақстанда бар. Россотрудничество Қазақстанда белсенді жұмыс жасайды. Ресми түрде. Ал Әзербайжанда көрдіңіздер, Әзербайжан билігі ресми түрде қызметіне тыйым салды.